Assalamualaikum достар, сіздермен бірге Рози. Бүгін біз Roblox'тан қалай Robux табуға болады. Менде Robux'тар болады, ал сіздерге қазір көрсетемін. Ең біріншісі, өздеріңіз білесіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар. Если кімнің комментарий күшті болады, соған Robux жіберем. Сендер. Қараңыздар, достар, менде мына жақта друзья мүлдем ешқайсы қазақ емес. Рома қазақ деп жазып, менің друзьяма қосылыңыздар, достар. Мен ондайды вообще. Қосылғаныңыздарды қалаймын. Мен мысалы, например, бір серверге кірем қазір. Қайсыны қазір играға кірейін. Мен қазір бір мынаған кіре салайын. Достар, ойынды ютубқа түсіргеніңіздер, лайк басыңыздар. Ойнаған қызық ойын. Көріп тұрсыздар, көп лайк бар. Және де ойнайды, көрсетсін, достар. Өте қызық ойын бұл. Сол үшін кетіңіз, ойынды түсір. Сол серверге кіреміз. Осынамыз. Қызық ойын, қызық көп заттар істей аласыздар, достар. Например, міне жаққа көп заттарды, мысалы, сотканы аламын. Потом бір гүл давай. Запасқа пистолет алайын. Вот, достар, осылайын. Міне, мен алдым. Сосын бұны бассам, осылайын өзгертуге де болады. Қараңыздар. Мен сол күшқа келдім. Адамды байқаусыздан таптап кетіп бара жатырмын. Жүрлі прикол. Енді бұл сіздерге қатысты. Қандай түс қалайсыздар? Қызыл. Лайк басыңыздар. Лайк басыңыздар, ағайын. Рахмет, лайк басқаныңыздарға мәністі. Ал лайк баспағандарға бам. Іздейтін агент 01. Біз осы қалада қауіпті бір іспен айналысқан рухшаны ұстайтын боламыз. Біз бірінші полицейский киіммен қосылайық. Потом барып шешетін боламыз. Ескі қайда? Жарайды. Жоқ, керек емес. Қазақ байске қосып. Көп созбай Roblox'тан қалай ақша табуға болатын көрсетейін. Осы шығып кетейік. Шығамыз. Қазір көрсетіп. Достар, бұл өтірік деп ойламаңыздар. 100% гарантия беріп, бұл істейді. Істемесе, комментария жазып Рамазан бұл көрсетіп. Сосын мен сіздер тағы да сосын мен бір серверге көп адамдар
деген бір ойын бар Roblox'та. Соны ойнасаңыздар, мына кетемізді жануарды өсіріп, мен не істеймін? Сатсам болады. Сол кезде Robux алуыма да болады. Бұны енді көп адамдардың несі компьютері, ноутбук көтере алмайды әрине. Сол кісі мүлдем көтере алмайтын шығар енді. Сол үшін бұны көп қолданай бермей тұру керек. Мен өзімнің компьютерім көтергендіктен осы ойынды ойнап Robux таба аламын. Ал сіздердің көтере алса, осы ойынды ойнап ақша табуларыңызға болады. Және де осы ойынды ойнап, жануарларыңыз көп болса, қалай сату керектігін білмесеңіздер, меніңше комментарияға жазып кетіңіздер. Сосын етім. Сосын осыларды сатып, қайттан бір не сатып алып, жануар сатып алып, не істесеңіздер болады. Комментарияға жазып кетіңіздер, Рамазан бұны қалай сатады деп. Мен обязательно жауап беріп үшін новый видео түсіруге тырысамын. Барлығы сіздер үшін, сол үшін лайк басыңыздар. Ал біз келесі способқа кеттік, достар. Ассалаумағалейкум, достар. Қалдың, сіздер пираттар өмірін сағындыңыздар ма? Тез лайк басыңыздар. Хотя бы кішкентай сипчикін шыққан үшін лайк басыңыздар. Біз Roblox'тан қалай Robux табу дейміз. Енді осындай бір нелер тұрады. Сода осыны басамыз. Адамның заттарын көріп тұрады. Мысалы мен мына шартты алам. Шартты аламайды екен. Енді мен немесе қазір бір киімді алайын. Ой, не болған саған. Басқа адамға кіреміз, сосын осыны қосуды басамыз. Сосын мен, например, бір мына очкиді қазір мен мынаны алайын. Сосын біз қазір осы жақта бір күшті киімді таңдап аламыз, бір қымбат Roblox'қа келетін. Қымбат Roblox'қа сатамыз. Соны сатқаннан кейін тегін Roblox аламыз. 30 Robux бұндайларды сатып алмаңыздар. 30 Robux-таңыз босқадан босқа кетіп қалады. Бір 0 Robux деп тұрғанға кіріп, сонда дейтін не істейді? Тегін беріледі, бірақ сіз оны сатып алуыңызға болады. Тегін аласыз, бірақ ақшамен сатасыз. Сол үшін ондай 30 сондай Robux, тіпті 5 Robux-қа сатам десе де алмаңыздар. Мынандай заттар менде бар, достар, сол үшін маған алынбайды. Мынандай да бар. Міне достар, осындайды, міне 0 Robux деп тұрады. Осыны басасыздар. Сосын так фре деп тұрады. Тегін киім деп. Осыны басамыз, осындай загрузка етеді. Сосын осы сіздерге кетеді. Сосын аласыздар да, оны сатасыздар. Енді сатуды өздеріңіз білетін шығарсыздар. Ал білмесеңіздер, лайк басып, комментарияға жазып кетіңіздер. Сол кезде киім-кешекті қалай сатуға болатынын көрсетемін. Мен өзім сатпаймын киімді.
себебі менің өзіме керек достар. Сол үшін егер осы видео ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер достар. Сіздермен болған Рокси. Лайк басыңыздар достар. Қазақты қазақ қолдамаса кім қолдайды демекші. Сол үшін тез лайк басып комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар достар.